Айдана 34 жастағы ауыл мұғалімі, 3 баланың анасы. Күйеуі Талғат аудан орталығындағы жол басқармасында істейді. Жиі сапарда, кешігетін, бірақ үйге бәрін апаратын. Айдана отбасын жақсы көретін, бірақ күнделікті күйбең, жалғыздық, мұң жанын жегідей жей бастады. Еркек назын көрмегелі көп болған. Әйел ретінде емес, үй қызметшісі, бала бағушы ретінде қалып қойғанын өзі де білетін. Сол кезде ауылға Талғаттың досы Мақсат көшіп келді. Қаладан келген, әдемі киінген, сөзі түзу, өзі де үйлі баранды. Әйелі дәрігер, бір ұлы бар. Айданамен алғаш таласқанда жылы жымиып, балаңыз тәп-тәтті екен деген бір ауыз сөз ақ оның жанын елжіретіп жіберді. Талғат сапарға шыққанда Мақсат жиі келіп тұратын болды. Досыма қолғабыс болайын деп, үйді қарауға көмектесейін деп кірісіп жүрді. Қыс түсті, пеш жағу, су тасу, балаларға көмектесу, бәріне қол ұшын созатын. Бірақ бір-біріне деген көзқарас та солай үнсіз жақындап жатты. Бір кеште балалар ұйықтап қалған. Айдана шай дайындап, сыртқа шықса, Мақсат аулада тұр екен. Үстінде пальтосы, қолында бір қап отын. Қараңғыда жалғыз жүргенің ұнамайды, деді ол жай үнмен. Айдана жауап бермеді, тек көзіне қарады. Сол сәтте екеуінің арасындағы барлық шекара жойылды. Жылдар бойы жиналған мұң, мейірімге деген шөл бәрі жалынға айналды. Сол түні олар ең үлкен қателігін жасады. Келесі күн үнсіздік, ұят, айып, бірақ бұл бір реттік қателік болмады. Олар кездесулерін жалғастырды. Өздері де түсінбей қалды. Бұл махаббат па, әлде құмарлық па? Тек бір білгені бұлай жалғаса бермейді. Талғат кейінгі кездері сирек келетін. Ол көптен бері Мақсатты шақырсақ қайтеді, достармен бірге шай ішпегелі біраз болды деп ұсыныс айтатын өзі. Көктем болды, бір отырайық. Айдана үнсіз келіскен. Іштей алай-дүлей күй кешіп тұрса да сыр бермеді. Сол кеште бәрі сыртымен тамаша еді. Дастархан жайылды, балалар мәз. Айгүл, Мақсаттың жары, ол да көңілді отырды. Тек Айдана мен Мақсат бір-бірінен көзін тайдырып, бірақ сезімді жасырмаққа әуреленіп, үнсіздікпен сөйлесіп отырды. Олар бұл кешке дайын болған жоқ, бірақ бір сәт өздерін өзгертіп жіберді. Айдана тұз қайда, деді Мақсат жай ғана, бірақ үніндегі бірділік Айдананың жанын түршіктірді. Ас үйде мен әкелейін, деді ол, бірақ өзі неге тұрып кеткенін ұқпады. Ол ас үйге кіргенде ізінше Мақсат та келді. Әдеттегі әзілдеп кіргендей болды. Бірақ екеуінің арасы бір сәтке тым жақындап кетті. Айдана үстелге қолын қойып теріс қараған. Мақсат ар жағынан жақындап сыбырлады. Сен әлі де сондайсың. Сенің жаныңда бәрі де ұмыт болатындай. Ол жақындап шашынан иіскеп еді, Айдана дір ете қалды. Жүрегі атқақтап тұр. Іштей тоқта деп айғайлағанымен денесі тыңдамады. Олар бет бұрмай тұра берді. Бір сәт тыныштық. Мен ажатханаға шығып келейін, деді Айдана кенет даусын өзгерді. Ол аулаға шықты. Мақсат арада бірнеше минут өткен соң сыртқа бет алды. Шай ішіп отырғандардың ешқайсысы мән бермеді. Дәл сол аула артындағы көлеңкелі бұрышта жап-жарық ай астында екеуі үнсіз кездесті. Ешкімге көрінбейтін, бірақ ешқашан ұмытылмайтын сәт еді. Олар құшақтасты, үнсіз, ұзақ. Айдананың денесі дірілдеді. Бұл дұрыс емес, бірақ мен саған қарап тұра алмаймын, деді ол көзінен жас ыршып. Сен мені ұмыт деп айтшы, мен соны күтіп жүрмін, деді Мақсат сыбырмен. Бірақ ешкім ештеңе айта алмады. Екеуі үнсіз бөлінді. Ішке қайтып кіріп орындарына жай ғана отырды. Ешкім ештеңе сезбегендей. Бірақ екеуінің жанында дауыл, жүректерінде өрт. Айдана да, Мақсат та бұның дұрыс еместігін білді. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейтін. Күнделікті күйбең, отбасылық өмірдің үнсіз өкпесі, сүйіспеншіліктің жоғы. Оларды қайта-қайта бір-біріне итермелей берді. Кездесулер әуелде кездейсоқ сияқты көрінді. Мақсат жұмыспен өтіп бара жатырмын деп, Айдана балалардың дәптерін беріп жібермек боп, бірақ біртіндеп бұл шын мәнінде жоспарлы құпияға айналды. Тіпті кейде екеуі телефонмен келісіп те қоятын болды. Уақыт пен орын анық. Көбіне Мақсат өз көлігімен ауыл сыртындағы ескі аялдама маңында келетін. Айдана дүкенге шықтым деп шығып сол жерге баратын. Машинаның ішінде үнсіздік, кейін сезімге бой алдыру. Әр кездесуде Айдана өзін тоқтауға тырысатын.
Бірақ Мақсаттың алақаны бетіне тиген сәттен бастап бәрі естен кететін. Мақсат осылай жалғаса берсе, мен өз-өзімді жоғалтып алам дейтін ол бір кездесуде. Сен мені бұрыннан жоғалтқансың. Тек енді өзіңе жолықтың, дейтін Мақсат. Айдана оның иығына басын қойып отырып қалатын. Оның иісі, даусы, жанарындағы жалын бәрі Айдананы елітетін. Екеуі құшақтасып отырғанда әлем тоқтап қалғандай еді. Бірақ әр кездесу соны үнсіз ауырлықпен бітетін. Үйге қайту, балалар, күйеуі, тіршілік. Ол өзін жиіркеніп жек көретін. Бірақ неге екені белгісіз, мақсатқа бармай қалу одан да ауыр болатын. Бір күні ол өзін ұстай алмады. Мектептен ерте шыққан, үйде ешкім жоқ. Мақсатқа жазды. Кел, қазір. Саған тиіспей өзіме ие бола алмай отырмын. Мақсат келді, екеуі үнсіз құшақтасты. Айдана жылап тұрып, оның көкірегіне басын қойды. Көз жасымен бірге ішіндегі қапасты да ағызып жібергендей. Сол сәтте олардың құштарлығы өздерінен күшті болды. Бұл енді бір сәттік қызығушылық емес, бұл екеуінің де жанын жалмаған құмарлық еді. Олар құшақтасты, сүйісті. Айдана бір сәтте өзін ұстай алмады. Мақсаттың қолы, ерні, жанарындағы өрт бәрі оны ерітіп езіп бара жатты. Ол өз тәнін емес, жанының әлсіздігін сезіп тұрды. Бірақ сол әлсіздік қазір оған өмірдің жалғыз шын сәтіндей көрінді. Айгүл Мақсатты жақсы көретін. Бірақ соңғы айларда күйеуінің көзінен бір түрлі жаттандылық байқалды. Үйде болса да ойы басқа жаққа бұрылып тұратын. Телефонды бұрынғыдай ашық ұстамайтын болды. Ештеңе демесе де Айгүлдің көңіліне күдік кіріп үлгерген еді. Әйел жүрегі сезді. Бір күні кешкі ас кезінде Мақсат бір хабарламаны көріп жымиып қойды. Телефон экранын Айгүл көрмей қалды. Бірақ күйеуінің сол жымиысы жүрегін тітіркендіріп жіберді. Бұл жымиыс оған арналмағанын анық түсінді. Айгүл түнде ұйықтамады. Мақсат жанында жатқанмен алыстап кеткен. Ол бұрын өзіне мейірімді болатын, енді сол мейірім бөтенге көшкен сияқты. Келесі күндері Айгүл байқап бақты. Мақсат кейде досына көмектесем деп шығып кетеді. Немесе жұмыс қой, жұмыс деп ұзаққа жоғалады. Айданамен сөйлескенде көзін тайдырады. Сол сәтті бәрі кірпішке құрыла бастады. Бір күні ол Мақсаттың кіреберісте шешпей ұмытып кеткен күртесінің қалтасынан бір затты тауып алды. Кішкентай балалардың сызған суреті. Қызыл карандашпен «Мама» деп жазылған. Бірақ бұл олардың ұлының жазуы емес еді. Айгүлдің жүрегі дір етті. Айдананың қызы 1-ші сыныпта. Бұл сол қыздың қолтаңбасы екенін бірден білді. Келесі аптада Айгүл әдейі ерте жұмыстан қайтты. Мақсат досыма көмектесем деп кеткен болатын. Айгүл оның артынан ізгесті. Телефонның картасынан өтіп жүрген жолдарын көруді үйреніп алған. Кешкі 7. Мақсаттың көлігі ауыл сыртындағы ескі аялдама маңына тоқтаған. Айгүлдің демі қысылды. Ол алыстан келіп көлікті көрді. Ішінде 2 силуэт құшақтасып отыр. Әйелдің шашы Айдананікі. Айгүлдің жүрегі сол сәтте тоқтап қалғандай болды. Бірақ жылаған жоқ. Қатты ащы бір тыныштық қана жанын жеп жатты. Ол ештеңе айтпастан кері бұрылды. Үйге келген соң баласын ұйықтатып терезеге ұзақ қарап отырды. Өзінен сұрады. Мен неге ештеңе сезбеймін? Мен неге жарылып кетпей отырмын? Сол түні ол Мақсатқа ештеңе демеді. Бірақ ертеңіне хат жазды. Сен мені жоғалтқан жоқсың, Мақсат. Сен өзіңді жоғалттың. Қаласаң кет. Бірақ мен енді бұл үнсіз удың ішінде өмір сүрмеймін. Баламыз үшін, ата-анамыз болып қала аламыз. Бірақ сен енді менің ерім емессің. Хатты Мақсаттың жастығының астына қойды, сөмкесін жинады. Баласын ертіп, үнсіз қалаға аттанды. Айгүл кеткен соң Мақсат бірден Айданаға барды. Үнсіз, көзінде шаршағандық. Іштей әлде бір жеңілдік пе, өкініш пе, өзі де түсінбейді. Айдана есікті ашқанда оның жүзінен түк қарай алмады. Кетті, деді Мақсат жай ғана. Кім? Айдана естіп тұрса да сенгісі келмеді. Айгүл барлығын білді. Хат қалдырып, баланы алып қалаға кетіп қалды. Айдана сілейіп тұрды. Қуана ма, қорқа ма, жылай ма білмеді. Бұл сәтті сан мәрте елестеткен, бірақ ешқашан шын келетін күн деп ойламаған. Ал ендеше, біз бірге боламыз ба деп күбірледі. Мақсат ұзақ үнсіз тұрды. Сосын былай деді. Мен сен үшін бәрінен бас тарттым, бірақ дәл қазір мен ештеңе сезбей тұрмын. Осы сөз Айдана үшін найзадай қадалды. Ол бәрін жоғалтып барып тапқан махаббатынан осыны естіді.
Бәлкім біз осы уақыт бойы бір-бірімізден өзімізге жетпеген жылылықты ғана іздеген шығармыз, деді Мақсат. Нағыз өмір деген балаңды ұйықтатып, ыдыс жуып, шаршаған әйеліңе шай құйып беру. Ал біз оны күндеген шығармыз. Айдана үнсіз отырып қалды. Бір кезде өзіне өзі айтып отырғандай күбірледі. Мен де енді сенімен болғым келмейді, Мақсат. Екеуі үндемей қоштасты. Ешқандай дақпыртсыз, айғайсыз, шын махаббат емес, жай ғана құштарлықтың өртінде адасқан екі жан.